Каштай? Кенче қаласың ба? Кенче қалмайым. Неге алмайсың? Мені жейді. Миың жей ма? Қарап отырғанша ақыл айтайын, ауыз ашуға да азақ уақыт қалды, уақытымыз өтсін. Мен мына үйде ер азаматтарға кевси істеп жатырмын. Ол кевси болып шыға ма, севси болып шыға ма, оны уақытында көреміз. Мына кешке таман дейін ана Инстаграмға кірсең бар ғой, ана ақыл айтқыштардың төбелері жанып тұрады ғой былай. Ойбай, өзі өлгендердің күйеуге тигендер күйеуге тию туралы айтып жатыр. Ата енесімен тұрып көрмегендер ата ене туралы ақыл айтып жатыр. Біздің қыздар үйіп соны тыңдап жатыр. Өмірді көргеннен сұра дейді, білгеннен емес. Мен де бір ақыл айтайын, жақсы жаманды 11 жыл күйеумен тұрып жатырмын, ешқашан ұрысқан емеспін. Жалпы күйеуге бар ғой, қашан келесің, қаяқтасың деген сұрақ қоймау керек қой, болды. Ұрыспайсың. Қашан келесің дедің, ол бітті ғой, бәлеге қаласың. Ал қашан келетінін білгің келсе, тамақ түсіре берейін ба дейсің. Ол келе жатса, түсіре бер дейді. Келмейді болса, жоқ, жей беріңдер дейді. Одан кейін жүрегің зырқылдайды ғой, ойбай, қашан келеді деп. Бір кезде қайтадан шығасың. Памперс ала келесің ба деп. Қашан келесің десең, ей, атаң деп айқайлағанда, ой, есіңді жиып аласың. Как всегда, едем на Берлин. Баласы қайда? Түнімен қаңғырғанда не істеген? Ой бар, қаңғыру, қыдыру. Бұл балада ми бар ма, жоқ па? Бар шағы жан шығарып алайын тура. Көрсетем мен оған. Бүгін құрбан айт мейрам, қойланмар өтетін болды. Мәзіғын, иттің баласы. Мәзіғын, иттің баласы. Бізді соймақсыңдар ғой, Ой, иттің баласы. Бәрі өліп кетем ғой. Соңғы рет бір сүзіп жіберейші жақсап тұр. Мәзіғын. Короче, түнгі сағат 3-те тұрып, аузын бекітейін десем, ұйықтап отыр. Сөйтіп келіп, қазанды ашып қалсам, андай қап-қара рожки күтіп тұр ғой, прикинь. Амалгаторий, сумен бекітеміз. Привет. Не скажешь, как умер Пушкин? Что? Как умер Пушкин? Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился в своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Конечно, он для детей не писал. Пару книжек, конечно, написал для детей. Все равно жалко для его. Хороший был человек. Спасибо. Братишка, бергеш? Не болды? Майда тыйым бар ма? Бар. Берсиш? Сен кімсің мен саған ақша беретін, Не анау? Пышақ. Қазір анда пышағыңды алып көтіңе тығам. Содан кейін басыңды аламды көтіңе тығам. Саусақтарыңды санап тұрып сындырам. Қабырғаларың бір-біріне майыстырып, аяғыңды кері қайырып, құлағыңды көтіңе тартып қоям, ұқтың ба? Бара берейінші. Көтің қысып жүр. Ты девочка война, ты подавай, я тебя поймал.
үшін? Врач айтқан уқала деп. Уқала. Түкір енді. Жай ма? Түкір. Тағы да түкір. Енді сыла, бел жақтың бәрін жақсылап тұрып сыла. Бұл не үшін сонда? Врач айтқан жылану ем болады деп. Аш өзің